Саламатсыздар ма, құрметті домбыра үйренушілер. Қазір мен кіріспе сабақ ретінде домбыраны онлайн түрде қалай жақсы үйрену керек, соны айтатын боламын. Мысалы, бірінші сіздер домбыраның құрылысын дәптерге жазып жаттап алыңыздар. Одан кейін қағысты қағып үйреніңіздер. Мысалы, төмен қағыс сұқ саусақпен, жоғары қағыс бас бармақпен. Мына білезік буын жартылай бүгіліп тұрады. Мына қол жақсы үйрену керек. Осыған көп осылай жаттығу жасау керек. Төмен жоғары қағып. Одан кейін әнді бастайсыз ғой, сосын қағазға жазып бергенді өзіңізге қағазға қатесіз жазып аласыз. Содан кейін қағаздан қарап сандарды санап табасыз. Мысалы 5 пен 7 деген сан тұрса, үстіне мысалы 5-ші пернен санайсыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мына ең басынан 1 болып кетеді. 1, 2, 3, 4, 5. Үстінен 5, мысалы астынан 7. Жақсы адамдар мәнінде. Мысалы, төмен стрелка тұрса, төмен қағаз. Мысалы, жоғары. 5 рет болса, 5 рет. Сосын, мысалы, төмен. Сосын, мысалы, 5 пен 5 болуы мүмкін. Жоғарыға. Астынан болса, тек қана астынан ұстайсыздар. Міне осылай іздеп табасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Тек шамалы көңіл бөліп қарасаңыздар, шығаруға болады. Міне бірінші тұрған ән қазақ осы деген ән. Сосын жақсы адамдарым деген ән бар. Бұндай. Тойын тойға ұласын деген ән бар. Осылай ең басында дайындалғанда асықпай тартасыздар. Тез тартпаңыздар. Асықпай қол үйрену керек. Сосын барып, қол өзі байқалып, жақсылап жаттыққан кезде тез тартуға болады бұл кезде. Тез тартуға асықпаңыздар. Сөзмен айтып шығарыңыздар, сосын сөзмен үйренуге тез болады. Мысалы, жайлауында жүрген жігіт, жайлауында жүрген жігіт, бағып той, дос келді деп жасап жатыр. Анық той, асықпай буынға бөлесіздер. Жайлауында жүрген жігіт, бағып той, дос келді деп жасап жатыр.
осылай сөзмен айтсаңыздар жеңіл болады, үйренуге тез. Мен енді ән айтуды үйретпеймін, бірақ барынша көмектесем айтуға. Негізі тек домбырада тартылуын үйретемін. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер, WhatsApp-қа жазып. Мән беріп қараңыздар сабақтарға. Ал жақсы, сау болыңыздар.